Қайырлы күн, қымбатты көрермен, сіздермен бірге мен Жадыра Серікбекқызы. Бүгін біз қоғамда жиі кездесетін мәселе алименттен жалтару және оның жазасы туралы сөз қозғайтын боламыз. Студиямыздың қонағы Абай облысы жеке сот орындаушылар палатасының басшысы Есенбаев Мағжан Майданұлы. Студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдіңіз. Енді алғашқы сұрақты, жалпы алимент төлеуден жалтару дегеніміз не? Ол қалай анықталады және қанша уақыт төленбесе ол жалтару болып саналады? Осыдан бастасақ. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Алиментті төлеуден жалтару ол сот шешімін алимент өндіру туралы шыққан сот бұйрығын өндіріске тапсырылғаннан кейін 3 айдан артық төленбеген жағдайда ол уже алименттен жалтарылды деп есептелінеді. Оны анықтау уақыт кезеңі жеке сот орындаушының қолына түскеннен кейін, іс қозғалғаннан соң міндетті түрде борышкерге ұсыныс жолданады. Мекен жайы бойынша қолындағы ұялы телефонына SMS жолданады. Егерде борышкер өзінің тұрғылықты жұмысын тұрғылықты орны бойынша жеке сот орындаушыға хабарласып, табысын дәлелдеп, жұмыс орнын бекітіп айтып берген жағдайда ол жұмыс орнына бірден жолданылады. Ай сайынғы сот шешімде көрсетілген мөлшер бойынша ұсталынып отырады. Егерде 3 айдан артық дәлел болмаған жағдайда төленгені туралы ол уже жалтарылды деп есептелінеді. Ал енді айтыңызшы, өткен жылмен салыстырғанда жалпы біздің өңірімізде осы алимент төлеушілердің динамикасы қалай? Өкінішке орай, былтырғы жылда қарағанда биыл 26 жылы алимент негізі алимент саны 10 мың мөлшерінде Абай облысы бойынша алимент өндірісі қозғалған. Былтырғы жылы проблемдық алимент саны 1300 болатын. Қарыз мөлшері 1,5 миллиардқа жоқ болатын. Ал биылғы 25 жылдан 26 жылға 1,5 проблемдық алимент 2 миллиард қарыз мөлшері есептелініп тұр. Ол енді өкінішке орай бұның барлығы борышкерлердің өздерінің уақытылы алимент төлемеуі, не болмаған жағдайда өндіріп алушылармен келісіп, кері қайтарып алады да, 1 жыл қолдан ұстап алып кеп, кейінгі уақытта, соңғы 3 жылда, 2 жылда, 1 жылда алимент маған төленбеді, соның қарызын есептеп беріңізші деп, сол себепті олардың барлығы көтеріліп отыр. Жақсы. Ал мына осы алиментті төлемеген үшін қандай жауапкершіліктер қарастырылған? Алимент 3 айдан артық төленбеген жағдайда, сол 3 айдың немесе бұрынғы қарыздармен бірге алименттің берешек қарыз есептелінеді. Ол туралы қаулы шығарылады. Содан кейін борышкердің мүлкіне, есеп шоттарына тыйым салынады, шоттар бұғатталынады. Егерде ол жұмыс істемеген жағдайда. Жұмыс істеген жағдайда жұмыс орнына жолданып, оның бәрі ай сайын ұсталынып отырады. Одан басқа да жүргізу көлігін құқығын тоқтатады, қарыз есебі көп болса, шетелге шығуға тыйым салынады, әкімшілік жазаға тартылады, қылмыстық жазаға тартылады. Егер жаңағы айтып жатырмыз ғой, алимент төлемеген жағдайда мүлкі тәркіленуі мүмкін бе? Егер борышкердің артында ешқандай мүлік болмаса, немесе жұмысы болмаса, бейресми жұмыс істеп жүрсе, сот орындаушылар тарапынан қандай жұмыстар қарастырылады жалпы? Негізі жұмыс жасамаған жағдайда жаңағы жеке сот орындаушының міндеті соттың шешімін орындауын қамтамасыз ету. Енді бұл жерде өкінішке орай бізде жауапкершіліктен қашқан ата-аналар көп. Өзінің табысын жасырады,
Не болмаса қазір көптеген адамдар, борышкерлер жүргізуші болып жұмысқа кіреді, индрайвер дейді, жаңағы Яндекске, олармен бізде тікелей байланыс жоқ. Яндекстің жаңағы индрайвер, олардың бәрі шетелдік компаниялар. Олардың осы Қазақстан филиалдарына хат жолдап, не болмаса жаңағы табысы туралы мәлімет сұрасақ, олар бермейді. Салық басқармаларында олар тіркелмейді. Егер де оның атында жаңағыдай астында көлігі, атында не болмаса дүние мүлкі болған жағдайда міндетті түрде олардың барлығы қамалады, жылжитын автокөліктері тоқтатылады, айыппұл тұрағына қамайды, есептеп бағасын шығарып мүлікті сатады. Егер де борышкердің өзінің қолында толықтай қарызды жабатын қаражаты болмаған жағдайда. Жұмыссыз азаматтар алимент төлеуден босатылады ма? Және борышкердің жаңағы тұрақты табысы болмаса, алимент жалпы қалай есептелінеді? Жұмыссыздыққа тіркеліп жатады. Жұмыссыздыққа тіркелу, оны жеке сот орындаушының міндеттейді. Егер де борышкердің жұмыс орны болмаса, арнайы ешқай жерде жұмысқа тіркелмеген жағдайда, жұмыссыз ретінде ол борышкерді біз міндеттейміз. Жаңағы Мәнсап орталығына барып, жұмыссыз екеніңіз туралы тіркеліп, одан кейін Мәнсап орталығынан оларға жұмыс ұсынады. Жаңағы мамандығына байланысты. Ал жұмыссыз екенмін деп, оны алименттен ешкім босатпайды. Жұмыссыз болған ол негізі тиімсіз. Себебі жұмыс істеп жатқан уақытта соттың бұйрығында жазылған бір балаға, мысалы, ай сайын 25% немесе табысын 4-тен 1 бөлігін, немесе басқа табыстарын 4-тен 1 бөлігін баланы асырап жеткізу үшін алимент өндірілсін деп. Егер де жұмыс істемеген жағдайда борышкер қарызын, жаңа жұмыс істемеу бүгінгі күнге дейінгі қарызын Қазақстан Республикасының ортақ есептік айлық мөлшермен есептейді де, ол бүгінгі күні 473 мың теңге айына ортақ есептік көрсеткіші. Сонда борышкер жұмыс істемеген жағдайда осы Қазақстанның статистикасында белгіленген 470 мыңнан сен 25%-ін 4-тен 1 бөлігі деп, айына сонда 120 мыңнан алимент қарыз есептенеді. Ол қарызын есептеу кезінде. Егер де ол жұмыс істеп жатса, айына 100 мың ала ма, 25 мың, 200 мың ала ма, 20 мыңын бір балаға төлеп отырады. Ал енді айтыңызшы, біз әдетте ер адамдар, яғни әкелер ғана алимент төлеуден жалтарып жатады дейміз ғой. Осы орайда әйел адамдардың құқықтары да теңестірілді мен білуімше, иә? Олардың салмағы қанша біздің облысымыз бойынша? Ол да бір үлкен өзекті мәселенің бірі. Өкінішке орай, бүгінгі таңда әйелдер алимент төлейтін әйелдер саны да көбейіп келе жатыр. Көбіне себебі ол жаңағы балалар үйіне аналық құқығынан айырып, балалар үйіне өткізілген әйелдер саны бүгінгі таңда балалар үйінен 37 іс келді. Ай сайын саны көбейіп келе жатыр. Ал енді жалпы Абай облысында, біздің өңіріміздегі, яғни алимент төлемеген үшін бас бостандығынан айырылған немесе жаңа қоғамдық жұмысқа тартылғандар бар ма? Бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарылған жоқ. Бірақ енді биыл 2026 жылдың басынан бері бүгінгі күнге дейін 29 әкімшілік іс қозғалды. 3 тәулікке дейін әкімшілік қамаққа алынды борышкерлер, айыппұлдар тағайындалды. Одан кейін жаңағы 100 сағат, 50 сағат тәртіптік қоғамдық жұмыстар тағайындалып жатыр. 9
139 қылмыстық кодекстің 139 бабымен 9 іс қаралды биылғы жылы. Олардың барлығына шектеу тағайындалып бостандығын, одан кейін әрқайсысына 100 сағаттан қоғамдық жұмыс тағайындалды. Жаңа айтып жатырмыз ғой, қазір алимент төлеушілер көбіне көбейіп кетті деп. Кейбір жағдайларда сол кісілер жаңағы мүлкін жасыру, табысын жасыру дей, мысалы, егер туысқандарының атына өз мүлкін жасырып қойып, менің басымда ештеңе жоқ деп жүрген әкелер мен аналарға сот орындаушылар қалай анықтайды осындай жағдайды? Бұл жерде тек борышкердің дүние мүлкін анықтаймыз. Себебі мемлекеттік тіркеу органдарына жеке сот орындаушы база арқылы сұраныс жасаған уақытта тек борышкерге атында тіркелген дүниелер ғана әкеледі. Бірақ енді кездесіп жатады өндіріп алушылар, жаңа алимент бойынша мысалы, ол екеуміз бірге тұрамыз, бірге алғамыз, бұл шешесінің немесе әкесінің, апайының атын аударып қойды. Бұның табысын негізі мен білемін, бұл жасырын жұмыс істейді деген ондай өтініштер болып жатады. Оны қазіргі таңда бір іс қаралып жатыр. Өндіріп алушы сотқа жүгініп жатыр. Себебі борышкердің аты жөнін ештеңесін айтпай қойын. Бірге алған үйді туыстарының атын аударып қойған. 4 баласымен енді ол үйден қуып шығып жатыр борышкер. Өзі жеке кәсіпкерде жұмыс істеймін дейді. Негізгі сол кәсіпорын өзінікі, басқа біреудің атына. Енді қазіргі таңда сот қандай шешім қабылдайды, соған байланысты ары қарай сот орындаушы жұмыс атқарады. Жалпы мынау алимент төлемей жалтырап жүргендердің шоттары бұғатталуы мүмкін бе аяқ астынан? Аяқ астынан бұғатталмайды ғой, егерде ол борышкердің бойында жаңағы қарызы болмаған жағдайда. Алимент бұл шоттарды бұғаттау ол тек алиментке ғана қатысты емес. Басқа да айыппұлдар бар, басқа адамдарға қарыздары бар. Азаматтық тұлғалардың арасындағы, немесе заңды тұлғаларға, банктерге, коллекторлық агентстволарға кредит алып қайтармай жүрген борышкерлердің шоттарда бұғатталынады. Ол шоттарды бұғаттау себебі сот орындаушы электронды базаға борышкердің ісін қозғағаннан кейін сұраныс жолдайды. Бірінші прокурорға, санкцияға қаулы жолдайды. Банктағы, екінші деңгейдегі банктар шоттарын бар немесе жоқ екені туралы анықтау туралы қаулы жолдайды. Прокурордан санкция алады. Прокурордың санкциясымен қаулы банктерге жолданады. Банктер жауап берген уақытта тек шоттың 20 цифрын ғана береді. Мысалы, халық банкте KZ осындай деген шоттың цифрын ғана береді. Ол шот не үшін ашылғаны туралы сот орындаушыға мәлімет келмейді. Шот болғаннан кейін сот орындаушы оны жаңа бұғаттайды, қарыз жабылғанға дейін деп. Қазіргі таңда 6 сәуірден бастап осы сәуір айының 30-ына дейін Қазақстан Республикасының Республикалық палатасы жеке сот орындаушылардың және бүкіл ел бойынша тапсырма берілген жұмыс істейтін, егер де борышкерлердің айлық немесе алимент алатын, зейнетақы алатын, не болмаса өкімет тарапынан қандай да бір алатын, көмек алатын шоттары бұғатталған жағдайда міндетті түрде жеке сот орындаушыңызға хабарласып, банктан выпискасын алып ұсынсаңыз, сот орындаушы міндетті түрде сізге шотыңызды бұғаттан шешеді. Ал егер осы жеке сот орындаушылардың
жалпы аймақ бойынша мәліметтерін қай жерден ала аламыз, алуға болады? Керек Өте жақсы сұрақ. Қазіргі таңда 25 жылдың шілде айында Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі мен жеке сот орындаушылар, Қазақстан Республикасының жеке сот орындаушылар палатасы бірлесе отырып, Әділет Гоф деген мобильдік құрылысты шығарған. Мобильдік қосымшаны. Ол дәл өзіміздің қолымыздағы телефонға, жаңа Каспи, Инстаграм деген сияқты қосымша сияқты Android телефондарға Play Market арқылы, жаңа айфондарға App Store арқылы Әділет Гоф деп сілтемесін жүктеп аласыз. Одан кейін ол қолыңызда егерде телефоныңызда e-гоф ол үшін тіркелу керек болады. Сол арқылы өзіңіздің иініңізді электронды почтаңызды тіркеу арқылы сол жүктемеге тіркелесіз. Ол жерде егерде сіз борышкер болсаңыз, борышкер ретінде кіресіз. Егерде өндіріп алушы болсаңыз, өндіріп алушы ретінде кіресіз. Керекті құжат, қандай атқару құжат екен соған басып, жеке сот орындаушыңызды тікелей хабарласпауға болады. Мысалы, керекті егерде жаңағы атқару құжаты керек болған жағдайда, сол жерден тікелей өзіңізге оны жүктей аласыз PDF варианты ретінде, PDF нұсқасын. Ол жерден шоттарыңызға арест қойылған ба, қойылмаған ба, шетелге шығуға сізге рұқсат бар ма, жоқ па, жаңа жеке сот орындаушыға артынан іздеп керек емес. Ол жерде сілтемесі бар. Жаңа WhatsApp-тағы сияқты хабарлама жібере аласыз, сұрақ сауалыңызды қоя аласыз. Ол сізге келген сұрақ сауалға міндетті түрде 5 күн ішінде жауап береді. Егер де ол сіздің қойған сұрағыңызға жауап бермеген жағдайда, 5 күннен артық уақыт өткізіп алған жағдайда, ол автоматты түрде өңірлік палатаға келеді. Палата қызметкерлері міндетті түрде оны қадағалап, сіздің қойған сұрақтарыңызға, арызыңызға толықтай жауап береді. Тағы да оның көптеген жеңілдіктері бар. Өтініш формасын жеңілдетіп тұр ғой, осы платформа арқылы кез келген сұрақты жолдап жауабын күтеміз. Дәл солай. Себебі өтінішке 15 күн ішінде қаралып жауап келсе, 15 күн, ол 30 күнге дейін барады өтініш. Себебі өтініш болса телефоныңызда, демек e-гоф бар деген сөз. E-гоф болса, жаңағы Әділет Гоф сілтемесін өзіңізге тіркеп алсаңыз, одан жеңілдік жоқ. Өтінішке сіз арызданғаннан кейін ол өңірлік палатаға келеді. Немесе жаңағы Құзылы Әділет департаментіне, не болмаса жаңағы қалалық облыстық прокуратураға шағымданып жатады. Ол арыздың бәрі бізге өңірлік палатаға түседі. Біз одан кейін жаңағы сот орындаушыны іздейміз. Сот орындаушыдан мағлұмат аламыз. Не істеп жатыр, қалай істеп жатыр, өндірісін тексереміз. Содан кейін барып, егерде заң бұзылушы жағдай болған жағдайда, оны тек тәртіптік комиссияға жолдаймыз. 30 күндей уақыт тосасыз өтініштен. Ал өтініште сот орындаушы тіркелмеген. Мағлұматтың бәрі, керекті құжаттардың барлығы, жаңа сіздің шотыңызға бұғатсап отырғанда, дүние мүлкіңізге де бұғаттап отырған, немесе жаңағы атқару құжаттарында шығарып отқан сол процессуалдық тұлға жаңағы сот орындаушы. Ал егерде Әділет Гоф сілтемесі болған жағдайда, біріншіден үйден шықпай-ақ, дәл сол өтініштегі сияқты қоятын сұрақтарыңыз бәрін қойып, керекті құжаттардың барлығын өзіңіздің телефоныңызға PDF түрінде жүктеп ала аласыз. Көпшіліктің сұрайтыны менің шотымнан аресті шешу, сосын жаңағы нотариалдық жазбалардың көшірмесін беру, анықтама беру, алимент бойынша, сондай сұрақтар көбіне келетін. Одан кейін жаңағы Әділет Гоф сілтемесін өзіңізге тіркеп алсаңыз, ол
Ол сілтеменің бір жеңілдігі ол ашықтығында. Жаңа сіздің ісіңіз қандай деңгейде екен, қандай шаралар қолданған, сот орындаушы қандай шараларды қолданбағанын қызыл түсті көрініп тұрады. Ал жасыл түспен қандай шаралар жасалғаны көрініп тұрады. Қоңырқай түспен қандай шаралардың заңның күшін жойғаны туралы мәліметтерді көріп, кез келген өзіңізге керекті құжаттардың өзіңізге телефоныңызға жүктеп алуға, керекті түсінбеген сұрақтарыңызды жаңағы сот орындаушыға қоюыңызға тікелей мүмкіндік жасайды. Осы әділет кз-дің айырмашылығы тек қана жеке сот орындаушыларына қатысты мәселені тез әрі ыңғайлы шешуге арналған. Тек қана жаңағы борышкер немесе өндіріп алушы және сот орындаушының арасындағы тікелей онлайн байланыс. Жақсы, рахмет. Енді қазіргі таңда жалпы бір балаға қалай есептеледі? Бір баласы бар, 4 баласы бар деп жатамыз ғой, сол жалақысының қалай есептелінеді? Бір балаға алимент мөлшері 25%. Айлығының табысының 25%, ол 4-тен 1 бөлігі деген сөз. 2 балаға 33%, ол 3-тен 1 бөлігі табысының. 3 немесе одан да көп балалары бар жанұяларға 50%, ол 2-ден 1 бөлігі табысының деп шешіледі. Сот шешім қабылдайды сондай. Айлық есептік көрсеткішпен жаңа баланы жас босанған декретте отырған 3 жасқа дейінгі аналардың пайдасына. Жаңа алдында айтылған алимент ол балаларды асырау үшін ананың пайдасына өндіріледі. Мынау анасының өзіне есептік көрсеткіш 5, оның есептік көрсеткішпен ай сайынғы алимент өндіріледі. Жақсы, рахмет. Енді осы уақытқа дейін өзіңіз қанша істің куәсі болдыңыз ғой? Міне сол жерде бәрібір де жалтармай кетіп жатқандар жоқ шығар. Енді бір қазір бізді өңір тұрғындары да көріп отырған шығар. Бір мысал келтіріп немесе бір үндеу сияқты айтып кетсеңіз. Бұл енді құрметті көрермен, бүгінгі қозғап жатқан мәселе тақырыптың өзі өте өзекті. Алимент. Бала Алланың аманаты. Біз бүгінгі бұл өмірдегі еліміздің заңынан жалтарылғанмен ертеңгі күнде Алланың алдында да жауап беретін кез келеді. Баланың әке мен шешенің ерегесуіне, ажырасуына, ұрысуына баланың ешқандай кінәсі жоқ. Ондай жағдайлар көп. Бала, жаңа айтып кеткен 4 бала, шешесі 3 жерде жұмыс істейді, сол 4 баланы асырау үшін. Борышкер астындағы машинасы жаңа, бірақ ол өзінің атында емес. Қарызды, біз санаған қарызды қолма-қол жаба салады. Но негізінде ол өзінің қарызын, табысының көзін азық көрсетіп отыр. Негізгі табысы оның одан да көп. Бірақ баласына аяп жүр дейсіз ғой. Өз баласынан аяғаннан кейін енді оны сот орындаушы оған не істей алады? Заңның талабында шеңберінде ғана сіздер мәжбүрлейміз. Заң талабының шеңберінде мәжбүрлейміз, бірақ оның табысы, негізгі табысы өзіне жеткілікті, оның бәрін шешіп тастауға. Заңмен көрсеткен табысының өзі 85 мың теңге. Алдыңғы жылдармен салыстырғанда жалпы былтыр биыл жалпы өзгерістер бар ма осыны күшейту туралы заңмен тәртіп? Әрине. Қазіргі таңда Әділет министрлігі жаңа парламент депутаттарымен бірлесе
бұл заңға көптеген өзгерістерді талқылау үстінде. Оның бәрі қабылданады деп ойлаймын. Себебі мына баланың құқығын бірінші орынға қойғанымыз дұрыс. Себебі ертеңгі күндегі болашағымыз сол бала. Бүгінгі таңда берген нанымызды ертеңгі күні сол бала саған қайтару керек. Ертеңгі болашақтың ортасы, ертеңгі болашақтың тәрбиесі, оның барлығы отбасынан басталады. Қазіргі таңда Құдайға шүкір 45-ші жыл емес қой. Ол уақытта тірі жетімнің көп болғаны, ол кезде жетімнің көп болғаны талай қазағымыз, аталарымыз соғыстан қайтпады. Ал қазіргі таңда тірі жетім көбейіп бара жатыр. Условно әр өзі қылмыстық кодекстің бабында санкция деген түсінік бар. Егер де мынандай қылмыс жасаған уақытта 175-ші бапта бірінші тармағында бірінші осындай қылмыс жасалған 1 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылады дейді. Сол сияқты ол санкция деген сөз. Мына 139-ші бапта өте ол тяжкие преступления жатпайды, классно, немаловажно. Сондықтан оны 1 жыл условно ғана қойған. 1 жылға и жұмыс қоғамдық жұмысқа тартады. 10 сағат береді. Қай жерде істейді соны? Оны жаңа дуиске жібереді, олар тіркеуге алады. Содан кейін жаңа қысты күні қар жүріп жүреді. Мысалы үшін күніне 4 сағаттан. Ол сонда жаза ретінде, иә? Ол жаза ретінде. Жұмыс істейді. Ол тегін жұмыс істейді, иә. Одан кейін параллельно ол жұмысқа орналаспай. Мысалы жаңа бізде былтыр болды оқиға. Оқиғамыз ситуация мынандай болды енді. Условно сотталды. Сот шешімінде үкімде жазған болатын. Ай сайын баланы асырап баққанға ай сайын ақша төленіп отырсын деп. Одан кейін условно жүргеннен кейін ол ішпеу керек. Жаңағы кафе, ресторандарда болмау керек. Сағат 6-дан кейін уже үйде отыру керек. Сондай кішкене нарушениялар екеу-үшеу жасағаннан кейін біз арызданып, тағы да алимент төленбей жатыр, ол кісі қалай, не істеп жатыр деген сияқты. Жаңағы өндіріп алушы сізбен өзі сот орындаушымен байланыста болады, иә? Міндетті түрде. Кейбір өндіріп алушыларға арыз жаз, қылмыстық іске тартып көрейік десең жазбайды, бірақ сенің жұмысың сен маған тауып бер деп талап етеді. Оны ол кісіге біз түсіндіре алып жеткізе алмаймыз. Өйткені себебі енді ол кісінің білімі басқа. Мысалы үшін. Сондықтан сол жаңағы екі ісіміз сотқа кетті, 2 борышкерді қамап қалды. Жаңағы 1 жыл берді, и қалған 9 айын 3 айдан кейін отырды. Қазіргі таңда біздің облыс төңірегінде қанша сот орындаушы қызмет атқарып отыр және қай жерде отырасыздар? Ол аудандарда қалай жұмыс істейді? 63 жеке сот орындаушы облысымызда тіркелген бүгінгі таңда. Әрбір ауданда сот орындаушылар тіркелген. Қалада 50 жеке сот орындаушы қалада тіркелген. Өңірлік палатамыз біздің Мәңгілік ел 4, 111-ші кеңседе орналасқан жеке сот орындаушылардың жаңағы әділеттік офтағы тіркелген жағдайда жеке сот орындаушының кім екен? Біздің облыстық емес, бүкіл елдің сот орындаушыларын таба аласыздар. Қостанай облысы мысалы үшін да керекті фамилияны қарайсыз, кім ол, қай жерде отыр, қай жерде тіркелген, электрондық адресі, немесе ұялы телефоны, кеңсесінің телефоны, көмекшінің телефоны түгел тіркелген, түгел мәлімет соның ішінде тіркелген. Мына жаңағы Каспийді спонсор боламыз ба, білмеймін, тездетіп осыны елге жеткізіп, өйткені бізде облыста по-моему 720 000 адам, соның 280-і
борышкер. 280 мың борышкер. Міне былтырғы жылдың несі бойынша, Қорытындысы бойынша. 25 жылдың қорытындысы бойынша. Сонда бір адамға, екінің бірі борышкер деген сияқты ғой. Ал жалтарудан бас тартқандар енді жазалап жатырсыздар, заңды күшейтіп жатырмыз қазіргі таңда. Бір сабақ алып, биыл азаю жағы бар ма, негізі азаю жатқандар? 1-тоқсан бойынша енді биылғы жылдың көрсеткіштері. Бір жаманы, біз проблеманы біреуге жүктеп қойғанды жақсы көреміз де. Ол біреудің кінәсі кесерінен сондай проблема болып қалды. Мен не істеймін? Мен жұмысым жоқ, мен ақшам жоқ. Өткенде бір борышкер келді. Міне, кештен ертең айтпашы. Мен жұмыстан шығып қалдым, мен квартира ақшата алмай жүрмін, мен Астанада отырамын. Астана негізі пропискаңыз қайда? Жарма ауданында. Сіз өзіңіз жемесеңіз де неге балаңызға бөліп бермейсіз? Ол кісімен жаңа тәрбие сағатын өткіздім. Сразу сотқа барды да, оны қамап қалды кеше. 3 сотқа берді. 3 соткадан кейін шығамды, әйеліме барам деп отыр. Мен не деп айтасың? Өзің білесің, екеуіңнің араларындағы ұрыс керіс үшін баланың бұл жерде кінәсі жоқ. Бала киіну керек, бала тәрбие алу керек, бала тоқ болу керек. Керекті құжат нелері, құрал жабдықтары міндетті түрде болу керек. Бала бақшада біреу, мектептегісі басқа біреу. Бұрын енді бала кезімізде ауылда біреулер ажырасып жатса, сыбырлап сөйлеп, масқара аналар ажырасып жатыр деп жүреді. Қазіргі таңда, а что они до сих пор живут, что ли, деп сұрайтын болып жатыр. Бұл ортаның мәдениеттің төмендеуі. Ажым айтушы еді, жоқшылық адамның берекесін арттырады. Алимент қаржылық міндет емес, ол ата-ананың өз баласына деген қамқорлығы мен жауапкершілігінің көрінісі. Одан жалтару тек заң бұзушылық қана емес, баланың болашағына әсер ететін маңызды мәселе екенін ұмытпауымыз керек. Сондықтан әрбір азамат өз міндетін уақытында орындап, заң талаптарын сақтауы тиіс. Ал қандай да бір сұрақ немесе қиындық туындаса, оны жасырмай уақытылы мамандарға жүгінгені дұрыс болады. Бүгінгі студиямызға келіп мағлұмат бергеніңізге көп алғыс білдіреміз. Енді келесі кездескенше заң мен тәртіпті биік ұстап, әрқашанда дұрыс жүруге тырысайық. Бүгінгі эфирді аяқтаймыз. Сау болыңыздар.